Сәлеметсіздер ме? Мен Марқакөл ауданы нөмір 1 Марқакөл орта мектебінің география пәні мұғалімі Машт Алысбек. Мен сіздерге сабағында үнемі тиімді пайдаланып жүрген пирамида Т деген әдісімді сіздерге ұсынып көрсетпекшімін. Пирамида Т деген әдістің толық атауы пирамида трансформер. Мысалы, міне мұнда пирамида көрініп тұр. Бұл өзгеріске ұшырап, өзгерістік қолдануға болады. Мысалы, міне пирамиданы 6 бұрышқа, 5 бұрышқа айналдыруға болады. 1, 2, 3, 4, 5 бұрыш. Келесі мынаны жинақтап 3 бұрышқа да айналдыруға болады. Келесі бұл 4 бұрышқа да айналдыруға болады. Трансформер деген осындай бір пирамида оқушылардың қажеттілігіне қарай 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш, бұрыштарға қарай өзгеріп отырады. Енді бұны қайта өз қалпына келтірейік. Енді қолдану барысымен сіздерге көрсетейін. Қолдану барысында мысалы оқушыларға бізде бөлім бойынша, тоқсан бойынша қайталау жұмысы да өте тиімді болып табылады. Бұнда мысалы оқушыларға бір құпия қазына жасырамыз. Ол қазына пирамиданың ішінде болады. Ол үшін пирамиданың сыртындағы әрбір пирамидаға қаланған кірпіштері болады. Сол кірпіштерде тапсырмалар жасырылған. Мысалы, міне бірінші деңгейдегі тапсырма жеңіл, екінші орта деңгейдегі тапсырма, үшінші жоғарғы деңгейдегі тапсырма, төртінші осы 3 тапсырма негізінде мәліметтер жинақталған ертең қорытынды шешім қабылдау арқылы төртінші қабырғада тапсырмаларды орындайды. Осы төртінші қабырғада тапсырмалар негізінде әрбір бос ұяшыққа сандар табу керек ұясында. Осы сандардың қосындысы негізінде пирамиданың ішіне өтуге болады. Мысалы, пирамиданың қосынды ұясарын ашқаннан кейін пирамиданың жазық күйіне көшуге болады. Пирамиданың ішкі бөлімі. Ішкі бөлімде балаларға арналған құпия карта жасақталған. Бірақ бұл картада қай жерде нақты екені айтылмаған. Сондықтан бұл аралға сипаттамасымен берілген, екі сипаттама. Жасырын құпия түрінде берілген. Осы құпия негізінде оқушылар картаны табу керек. Бұл пирамида ойындағы бірінші әдіс. Осы бірінші ерекшелігі болса, келесі мысалы мынандай қойып, осындай қойып, деңгейлік тапсырмалар беруге болады. Оқушылар мына жағында төменгі деңгей, мына жағында жоғарғы деңгей. Бұның әрбір тапсырмаларын орнын ауыстырып, келесі оқушыларға ауыстырып беріп отыруға болады. Осытып әрбір тапсырма барлық оқушыларға қамтылады. Соң келесі бір ерекшелігі бар. Мысалы, мынада әрбір сабақ кезінде жеке-жеке бір тапсырма ретінде мысалы бір бетін, мынандай бетін сабақ уақытында бір бетін бір тапсырма ретінде беруге болады. Ал жалпы тапсырма ретінде беру үшін көп уақыт кетеді, сондықтан жылдық немесе 90-дық бөлім бойынша бақылау жұмыстарында қолдануға өте тиімді.